қалай? Керемет. Ендеше балалар, осы керемет көңіл күйлерімен қазір сабағымызды бастаймыз. Балалар, сабаққа сәттілік. Бүгін егерде кім белсенді сабаққа қатысса балалар, мына кемемен саяхатқа шығамыз. Сондықтан да сабақта балалар белсенді болып жұмыс жасаймыз. Ал қазір балалар, микрофон әдісі бойынша мен сендерге балалар бірнеше сұрақ қоямын. Қане, әріпті не істейміз? Айта ғой. Керемет, жақсы. Келесі сұрақ. Дыбысты не істейміз? Естиміз, айтамыз. Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал енді балалар айтыңдаршы. Дыбыс дегеніміз, дыбыс нешеге бөлінеді? Екіге. Жақсы, ол қандай дыбыс екіге бөлінеді? Дауысты. Және? Дауыс? Дауыссыз. Жарайсың. Ал кім маған балалар айтады? Дауысты дыбыс дегеніміз не? Не істейміз дауысты дыбысты? Созылмайды, үтпайды, көп түспен боялады. Бұл дауыссыз дыбыс. Жақсы, керемет. Ал кім айтады маған? Дауысты дыбысты. Айта ғой, Айсұлу. Айта ғой. Дауысты дыбысты айта ғой. Не істейді? Ән айтады. Дедер қызыл түспен боялады. Қызыл түспен боялады. Керемет, Айсұлу. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, барлығымыз тақтаға қарайықшы. Түгел тақтаға қараймыз. Айтыңдаршы балалар, мынау қандай әріп, ал мынау қандай әріп? Қане қол көтереміз. Айта ғой, Бексұлтан. Баспа. Баспа. Келесін Расул айта ғой. Жазба. Керемет, жарайсыңдар. Ал баспа қайда жазылады? Мерлен. Тапта. Жарайсың. Ал жазба қайда жазылады? Еркенұр. Керемет, жарайсыңдар балалар. Ал енді барлығымыз проекторға қараймыз. Түгел балалар проекторға қараймыз. Мұнда балалар жасырын суреттер бар. Сол жасырын суреттерді табуымыз керек. Қане қараңдар. Балалар, кім айтады? Айта ғой, қане Аида. Бақа. Керемет, жарайсыңдар. Келесі айтады. Айсұлу айта ғой. Балапан. Балапан, жарайсың. Келесі тағы кім айтады? Айта ғой маған Нұрислам. Банан. Банан, дұрыс. Ал мына жасырын суретті кім айтады? Кім айтады? Айта ғой, Мирас. Балық. Балық. Жақсы, керемет. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше жаңағы балық, бақа, банан, барлығы қандай дыбыстан басталады? Керемет балалар. Ендеше бүгін балалар сендермен Б дыбысымен, әрпімен тақырыбымыз Б дыбысы және әріп. Біз бүгін сендермен қайталаймыз, пысықтаймыз Б дыбысына, сөздер жазамыз, буындар бөлеміз, дыбыстық талдаулар жасаймыз. Ал қазір балалар, барлығымыз айнаны алыңдаршы, айнаны алыңдар қолдарына, алыңдар айнаны, қараймыз айнаға, түгел айнаға қараймыз, кәне қарандар. Енді кішкене ғана бет перделерімді бұлай ашып, Б деп айтып көріңдерші. Тағы да қайталаймыз. Тағы да айтамыз. Ал енді бет перделерімді жауып, маған балалар айтыңдаршы. Б дыбысы қалай айтылды, не байқадыңдар? Айтады маған Аида айта ғой. Дұрыс, еріндер бір-біріне тиіп, ашылып барып айтылды. Дұрыс айтасыңдар. Қойыңдар айналарыңдар, қойыңдар. Ал енді балалар, мына жерде сендерде партада бар құлақ шұқитын таяқшалар. Таяқшаны аламыз. Қане Б әрпін маған құрастырып бердеш партада. Қанекей.
Б әрпін құрастырамыз. Түгел Б әрпін құрастырамыз. Қайнеге балдар? Б әрпін құрастырамыз. Керемет. Жарайсыңдар. Аха, дұрыс құрастырамыз. Түгел. Жақсы. Керемет. Дұрыс. Қайнеге болды? Өте әдемі. Дұрыс. Барлықтарында жақсы шығыпты. Керемет. Жарайсыңдар. Ал енді балалар барлығымыз маған қараймыз. Түгел. Қазір балалар, мен сендерге үйге бергенмін. Үйге шығармашылық тапсырма бергенмін. Б әрпін жасап келіңдер деп бергенмін. Қане, бірінші қатар Б әрпін көрсетіңдерші, қане. Көрсетіңдер Б әрпін. Керемет, өте жақсы. Әдемі шықты. Балдар, қане, от шашыммен көрсетейік. Қане. Керемет, жарайсыңдар. Қоямыз. Екінші қатар, қане. Б әрпін көтереміз. Көтереміз. Жақсы, өте әдемі. Барлығымыз балалар от шашумен бағалап қойып. Келесі үшінші қатаршыны көтеріңдер. Айсыл, қане сенде қандай әріп? Әдемі, керемет. Қане от шашумен көрсетеміз. Жарайсыңдар, қойыңдар. Ал енді балалар, кім маған айтады? Б әрпін жасап келдіңдер. Оны неден жасадыңдар? Қалай жасадыңдар? Неге олай жасадыңдар? Кім айтады? Қане Айсыл, Б әрпін ұстап. Аха, енді маған түсіндіре ғой, қане. Түсіндіре ғой. Қатты тұра ғой, ақырында. Ал, айта ғой. Мен фломастермен боядым. Маған түсті оңайды. Ал сен сурет саласың ба? Ұнатасың ба сурет салуды? Иә. Өте жақсы, жарайсың. Барлығымыз қане шапалақтап қойып. Керемет. Ал Анель, айта қойшы. Б әрпін қалай жасап келдің? Анель, айта қой. Ұста бай. Мен Б әрпін пластилиннің ішіне жатырып мақта қойдым. Дұрыс. Неге мақтадан жасадың? Өйткені біздің біреуіміз ақ. Ақ болсын деп жарайсың. Керемет, жарайсыңдар. Алақан соқтай. Керемет балалар. Ал енді барлығымыз мұқият мұнда қараймыз. Қазір біз сендермен саяхатқа, сиқырлы кітапқа саяхатқа шығамыз. Қане барлығымыз қараймыз. Б әрпі. Бесік. Естеріңде сақтап қалып отырыңдар сөздерді. Балапан. Қаттырақ айтамыз. Барыс. Бүркіт. Байрақ. Ал балалар айтамыз. Ой, керемет барлық жұмыс істеп отыр. Қандай сөздер естеріңде қалды? Не рас айта ғой? Балық, дұрыс. Айта ғой Марғұлан. Керемет. Айта ғой маған. Айта ғой Диляра. Айсұлу айта қойшы кәне. Дұрыс. Өте жақсы. Керемет. Арман. Байрақ. Өте жақсы. Расул. Дұрыс. Керемет. Ал енді осы сөздерден ең өздеріне ұнаған сөзді айтыңдаршы. Айсұлу, саған қандай сөз ұнады жаңағы айтқандардан? Керемет. Бар, тақтаға бар. Барлығымыз қалам қолға аламыз.
Azat жолдан балар дәптерге үлкен әріппен бастаймыз. Бақа. Жаза қой Айсұлу. Жазамыз дәптерге. Денелерімізді тік ұстаймыз. Қалам аламыз. Жазамыз. Жатпаймыз. Денемізді тік ұстаймыз. Көтер басында. Жазамыз. Керемет, Айсұлу жарайсың. Ал енді осы бақа деген сөзді буынға білші, кәне. Кәне, бұлар. Кәне, айта қой. Керемет, неше буынға бөлінді? Кәне, көр, тағы да. Неше буынға бөлді? Дұрыс. Бірінші буын қандай Айсұлу? Дұрыс. Екінші буын қандай? Керемет, жарайсың. Ал енді дыбыстық талдау жасай ғой. Алда дыбыстық талдау жасай ғой. Жасай ғой дыбыстық талдау. Барлығымыз жазамыз. Дыбыстық талдау жасаймыз, балалар. Дыбыстық талдау жасаймыз. Қандай дыбыс? Дауыссыз. Дыбыс. Келесі. Дауысты дыбыс. Келесі. Дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыс. Керемет, отыра ғой, жарайсың. Келе ғой, Арман. Қандай сөз саған ұнады? Байрақ. Жаза ғой, байрақ. Енді кіші әріппен жазамыз, балалар. Кіші әріппен жазамыз, байрақ. Жазамыз байрақ. Байрақ. Арман дыбыстық талдау жаса ғой енді. Буынға бөл бірінші, Арман. Байрақ. Неше буын? 3 буын. Қане тағдасты? Байрақ. Неше буын? 3. Қане? Байрақ. Неше буын? Міне бай, міне рақ. Нешеу? Екеу. Дұрыс. Ал енді дыбыстық талдау жасай ғой, тезірек. Мынаны болады. Айтып отыр, дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс деп айтып отыр. Дауыссыз дыбыс. Міне мынаны. Дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыс. Дауыссыз дыбыс. Дұрыс, жарайсың. Отыра ғой, Арман. Керемет, жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, қазір сендермен топтық жұмыс жасаймыз. Барлығымыз, балалар, мынандай карточка, мынандай карточка қазір беремін әрқайсына, балалар. Осында бірінші қатарға берем, балалар. Шашылған буыннан сөздер құрастырасыңдар. Екінші қатарға мынандай карточка беріледі. Сендер, балалар, жоғалған әріпті жазуларың керек. Ал үшінші қатарға, балалар, сендер дыбыстық талдау жасайсыңдар. Қане, орындаймыз. Аламыз қалам, жоғалған әріпті қоямыз. Болса, балалар, белгі береміз, болдық деп белгі береміз. Бірінші қатар. Ал сендер, балалар, шашылған буындарда сөз құрайсыңдар. Шашылған буыннан сөз құрайсыңдар.
Ал үшінші қатар балық деген сөзді карточкамен дыбыстық талдау жасаңдар. Дыбыстық талдау жасаймыз. Так, кім дайын? Қане көтереміз. Көтереміз, кім дайын? Кім дайын? Көтереміз. Жақсы, үшінші қатардан Айсұлу дайын. Айсұлу, қанеке айта қой, қандай сөз сенде болды? Тұра қой, айта қой. Балық. Жақсы, ал енді балық деген сөзді дыбыстық талдауында айта қой. Көп түспен боялады. Дауысты дыбыс қызыл түспен боялады. Келесі дыбыс. Дауысты дыбыс көк түспен боялады. Дауысты дыбыс қызыл түспен боялады. Дауыссыз дыбыс көк түспен боялады. Қане дұрыс орындады ма? Қане көрсетеміз, егер де дұрыс орындасақ балалар, көрсетеміз міне күннің көзін, ал егер де дұрыс болмаса, найзағай бұлттыны көрсетеміз. Дұрыс екен, жарайсыңдар, керемет. Ал енді екінші қатардан кім айтады? Айтады Аяна, айта қой. Жап. Айта қой. Айрықын қойдым. Аха. Айрықын қойдым. Аха. Бақым айрықын қойдым. Автобус айрықын қойдым. Келесі сөз. Қане дұрыс болса балалар, барлығымыз көрсетеміз. Міне алақан. Егер де дұрыс болса жасыл көрсетеміз, ал егер де дұрыс болмаса қызыл. Көрсетеміз, Марғұлан, көрсетеміз. Қане? Керемет, жарайсыңдар, түсіріңдер. Жақсы, өте жақсы. Ал балалар, енді тұрамыз барлығымыз. Кішкене дем алып, қане сенді тұрсатын. Мына жерде балалар гүлдер бар. Гүлдерді бұлай киеміз. Қанеки? Жақсы. Қане бұлай тұрамыз киет. Так, қазір барлығымыз билейміз, айтамыз қанеки? Гүлдерімізді қоямыз балалар жерге. Ал енді балалар, міне соңғы тапсырмамызды орындайық балалар. Қане түгіл тақтаға қараймыз балалар. Бірінші қатарға мына жерге міне суреттер берілген. Бұл суреттердің арасынан Б әрпіне қатысты болса, мына жерге ілеміз. Екінші топ. Егер де Б әрпінен басталатын сөз болса, мына жерге ілеміз. Ал үшінші қатар мына жерге. Қане, бұл сайыс балалар. Сондықтан да кезектен қазір міне мирас
барса, келесі арман барады орнап болғасын. Қазір мен қоңырауды былай соққан кезде бірінші оқушылар барады дағы іледі. Дайынбыз ба? Ал, кеттік. Тез беріңіз. Келесі. Отырды, келесі. Ернұр, жүгір. Жолдас. Ернұр. Еркенұр. Келесі айды бол. Б әрпіне қатысты ғана аламыз балар. Б әрпі болса, жоғары бойында. Келесі. Жарайсыңдар? Жоқ дейді, керемет, жарайсыңдар. Дұрыс, өте жақсы. Ал енді балалар тексереміз. Егер де дұрыс болса, алақан, жасыл алақан. Егер де бұрыс болса, қызыл алақан көрсетеміз. Кеттік, бір қазан, дұрыс па? Көріп тұрмыз, айтпаймыз, алақан көрсетеміз. Балабақша, дұрыс. Бұғы, керемет, бұрыш, жарайсың. Мысық пен нанды алмапты. Нан, мысық, басалады. Керемет. Ал енді балаларды қараймыз, 8-ші қатар топты тексереміз. Қане, балта, дұрыс. Аюды алдық па? Жоқ. Қызыл көрсетеміз, дұрыс. Бал, дұрыс. Бота, Ергені, бота, қандай әріптен басалады? Бексұлтан, бота басалады. Дұрыс, жасыл, бор, керемет. Жақсы, ал енді 3-ші қатарында тексереміз. Балық, жарайсыңдар. Бүркіт, жарайсыңдар. Бидай, керемет. Қоямыз. Өте жақсы, керемет. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, қазір сендер. Мынандай. Ал балалар, бүгін керемет жұмыс жасадыңдар сабақта. Енді қараңдар балалар, мына жерде біздің кемеміз бар, міне мынандай кеме бар, онда желкен бар. Сол желкенді балалар, егер де сабақ сендерге ұнаса, жасылмен бояйсыңдар. Егер де қиын алдым, бір қате жібердім десе, онда сарымен бояйсыңдар. Ал түсінбедім, әлі ойлану керек болса, қызылмен бояйсыңдар. Бояндар, тек қана желкенді ғана бояймыз балалар. Бояндар. Желкенді бояймыз. Қане? Жақсы, қарап тұрсаң балалар, қандай түспен боядыңдар? Жасыл, көбі жасылмен бояпты. Қане көрсетіңдер бояғандарды, көрсетіңдер маған бояғандарды. Жақсы, керемет. Ендеше сабақ барлықтарына түсінікті екен. Жақсы жұмыс жасапсыңдар, жарайсыңдар. Ал ендеше балалар, бүгінгі мына кемемен саяхатқа барлық балалар шығатын болды саяхатқа. Бәрімізге путевка келеді, бәріміз саяхатқа шығамыз балалар. Мына кемемен. Ал енді балалар, үй тапсырмасы сендерге. Б әрпіне 10 сөз жазасыңдар. Б әрпінен басалатын және дыбыстық талдау жасайсыңдар. Бум әуелесіңдер. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды.